Биологиялық жүйелеу негіздері пәнінен номер 11 дәріс тақырыбы өсімдіктер дүниесінің өркенді аналықтылар тармағы. Дәріс барысында қарастырылатын негізгі сұрақтар: бірінші, өсімдіктер дүниесінің өркенді аналықтылар тармағына жалпы сипаттама, магнолепсидтер класының жүйеленуі, үшінші, көп жемістілер қатарлар тобы. Дәріс мазмұнын меңгеруге қажетті әдебиеттер тізімі берілген. Өсімдіктер дүниесінің өркенді аналықтылар тармағына жабық тұқымдылар бөлімі жатады. Ангиосперме немесе магнолепфита. Жабық тұқымдылар бөлімі екі классқа бөлінеді: қолшарнақтылар және даражарнақтылар классы. Магнолепсидтер классына 200 мыңнан аса түрлер бар деп жатқызылады. 300 тұқымдасқа бірігеді екен. Жалпы көптеген түрлерінің теориялық және практикалық маңызы зор. Қолшарнақтылар немесе магнолепсидтер классының көп жемістілер немесе магнолия тәрізділер қатарлар тобы бар. Бұл қатарлар тобына магнолиялар, тұңғиықтар, бөрі қарақараттар, сарғалдақтар тұқымдастары топтасады. Тұқымдастың алғашқы тұрған магнолиялар тұқымдасының 200-ден аса түрі бар. Көпшілігі жойып кеткен өсімдіктер қатарына жатады. Бұл тұқымдастың негізгі туысы магнолия туысы. 20 туысқа топтасқан 70 түрді біріктіреді екен. 20-ға жуық сәндік өсімдіктері бар. Көпшілігі негізінен мәдени жағдайда өсірілетін өсімдіктер. Солтүстік Америкада мәңгі жасыл түрлері, ал Азияның оңтүстік шығысында жапырақты түрлері кездеседі. Бұрынғы одақтас республика территориясында табиғи жағдайда Сібір магнолиясы өсетін болса, мәдени жағдайда ең көп тарағаны магнолия грандифлора. Флоридадан шыққан мәңгі жасыл ағаш кесілген бөренелері түрлі бұйымдар жасауда, яғни практикалық маңызы зор өсімдік болып саналады екен. Магнолепсида классынан біздер бұл жерде тұңғиықтар тұқымдасын қарастырамыз. Тұңғиықтар тұқымдасы көп жылдық қолшарнақты өсімдіктер, негізінен суда өсетін. Қазақстанның барлық су айдындарында негізінен екі туыс кездеседі деп саналады: тұңғиық және сары тұңғиық, нимфея және нуфор туыстары. Нимфея альба бұл ақ тұңғиық, ол арктикалық гидрофит өсімдік, гемикриптофит тамырсабақты поликарпік өсімдік. Негізінен Қазақстанның қызыл кітабына енген түр 1963 жылы Новосергеевка ауылы маңында тіркелген. Сарғалдақтар тұқымдасы Қоңыржай облыстарда суық климатта солтүстік жартышарда басым тараған. 2000-нан астам түрлері бар, 66 туысқа біріктіріледі. Негізінен көп жылдық шөптесін өсімдіктер, сирек бір жылдық және өте сирек жартылай бұталар, лианалар құрамында кездеседі екен. Бұл тұқымдастың гүлінің құрылысының әртүрлі болуымен сипатталады. Кең тараған көптеген жерлерде негізінен доминантты өсімдіктер болып табылады. Атап айтқанда жайылымдарда, батпақтарда, сәндік өсімдіктер дедік, яғни бақтарда акониттер, бәрпілдер және тағы басқа өсімдіктер сәндік өсімдік ретінде қолданыс табады екен. Маңызды дәрілік өсімдіктері бар. Оның ішінде атап айтуға болады Адонис верналис. Бұл кітап Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген, бірақ та қолдана сүру тәжірибесі Қазақстанда бар. Сарғалдақтардың барлығы алкалоидтарға өте бай келеді. Сондықтан аталып отырған ранункуляция тұқымдасы негізінен улы өсімдіктерге бай болып саналады. Сарғалдақ туысы 600-де түрі белгілі, барлық континенттерде кездеседі. Қазақстанда 57 түрі бар деп саналады: күйдіргі сарғалдақ, сарғылт сарғалдақ, улы сарғалдақ және тағы басқалары. Дельфинум элатум бұл биік тегеурінгүл, палеарктикалық өсімдік, географиялық элементі бойынша мезофит, шөптесін өсімдік, тамырсабақты поликарпик, шалқындық өсімдік болып саналады. Берберидацея бұл барбаристер тұқымдасы 600-де түрді біріктіреді екен 14 туыста. Берберидин алкалоиды жинақталады бойларында. Бүрі қарақат туысы Америкада кең таралған 200-де түр жатады екен. Кәдімгі негізгі өкілдерінің біріне кәдімгі бөрі қарақатты атап өтуге болады. Бұл бұталы өсімдік.
1-2 метрге дейін жетеді. Өсімдіктің өн бойы алкалоидтарға бай болып келеді екен. Тамыр қабығы жапырақтарынан бірден алкалоиды бөлініп алынған. Алкалоидтар жалпы құрамында азот атомы бар табиғи органикалық негіздер, немесе құрамында азоты бар сілті қасиетті органикалық заттар, улы және емдік қасиеттері бар заттар болып табылады. Біздің алдымызда бұл жерде мына жоғарыда айтып кеткен бұталы өсімдік Берберис вульгарис өсімдігінің сыртқы көрінісі берілген. Келесі тұқымдас бұл көкнарлар тұқымдасы Папалерацея. Көкнарлар тұқымдасы 250 түрді топтастырады екен 26 туысқа. Негізінен қоңыржай субтропик аудандарда, солтүстік жартыжарда тараған, Қазақстанда 8 туысқа 40 түрі жатады деп есептеледі. Өкілдері көкнар, сүйел шөп туыстарын атап өтуге болады. Көкнарлардың құрамында жоғарыда айтқандай алкалоидтар мол болады екен. Жалпы бұл тұқымдаса тамақтық, дәрілік, әсемдік өсімдіктері де бар. Жұқа көкнар сирек түр эндем Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Шығыс және орталық Қазақстан бөліктерінде ғана біздің елімізде кездеседі. Филидониум майс бұл үлкен сүйел шөп, бұл артикалық мезофит, гемикриптофит өсімдік, көп жылдық, поликарпик, ормандық өсімдік және улы болып саналады. Қорыта айтқанда, өсімдіктер дүниесінің өркенді аналықтылар тармағына, яғни жабық тұқымдылар, ангиосперматофита немесе магнолиялар бөлімі магнолифита жатады екен. Жоғарыда атап өткендей, жабық тұқымдылар бөлімі 2 классқа бөлінеді: магнолепсида және лилиапсида классы. Сәйкесінше қос жарнақтылар және дара жарнақтылар классы деп аталады екен. Қос жарнақтылар немесе магнолепсидтер классының бүгін дәрісте қарастырып өткен көп жемістілер немесе магнолия тәрізділер қатарлар тобына магнолиялар, тоңғұйықтар, бөрі қарақаттар, сарғалдақтар тұқымдастары топтасқан. Жоғарыда сипаттама беріліп өткен әрбір тұқымдастың өзінің биологиялық алуан түрлілігінің бар екендігін көрдік. Көптеген түрлерінің шаруашылық құндылық маңызының зор екендігі қарастырылып өтті. Және қорыта айтатын болсақ, әрбір тұқымдастың биологиялық жүйеде өзіндік алатын орны ерекше.